Сәлем баршаңызға, мен Жайнагүл. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен сіздермен етті пирогпен бөлісетін боламын. Рецептің төменде жазылған. Бізге керекті май, қаймақ, ұн, тұз, жұмыртқа. Ертілген майымызды құйып, оның үстіне тұзымызды салып, қаймағымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бір дана жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Ситодан өткізілген ұнымызды алып, араластырып, қолымызбен илейміз. Қолымызбен илеп болғаннан кейін салафанымызға салып, холодильникте ұстай тұрамыз. Одан кейін салмасын дайындаймыз. Салмасына картоп, асқабақ, жуаны турап алдым. Бәрін турап болғаннан кейін фаршымыздың үстіне салып, мен тұз бен бұрыш және базилик салдым. Жаңағы тестімізді холодильниктен шығарып, екіге бөліп, біреуі үстіне алып қоямыз, екіншісін астына ысып, формаға келтіріп жаямыз. Одан кейін фаршымызды салып, бетін жауып, тестімізбен жақсылап айналасын бүріп шығамыз. Бүріп болғаннан кейін үстіне тестімізді көтеріліп кетпеу үшін вилкамен тесіп шығамыз. Үстіне жұмыртқамызды жағып, одан кейін ортасын тесіп, өйткені фаршымыз тез пісуіне жақсы себеп болады. 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. 40 минут піскеннен кейін иісі бұрқырап, керемет дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, тестісі жұп-жұмсақ болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.